Ассалаумағалейкум достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 5 бөлмелі үйлердің топтамасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Және де видеоның соңына шейін көрулеріңізді сұраймыз. Ол сіздің арнаның дамуына деген үлесіңіз болсын. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде 16-11 көлемді үйдің сызбасы. Бірінші бізде кіреберіс. Кіреберістің көлемі 3,20 × 2,10. Келесі бізде жуынатын бөлме. Оның көлемі 3,2,10. Келесі бізде қазандық. Қазандықтың көлемі 2,10 × 1,80. Келесі бізде дәліз. Дәліздің көлемі 3,50 × 2. Келесі кезекте бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 5 × 3,50. Келесі кезекте бізде зал. Залдың көлемі 7 × 4. Келесі кезекте бізде холл. Холлдың көлемі 7,90 × 3,40. Келесі бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 3,40 × 4. Келесі кезекте екінші жатын бөлме. Оның көлемі 4 × 3,20. Және де соңғы жатын бөлме. Оның көлемі 4 × 3,20. Келесі кезекте бізде 15 × 14 көлемді үйдің сызбасы. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде кіреберіс. Оның көлемі 3 × 2. Келесі жуынатын бөлме. Оның көлемі 3,20 × 3. Келесі ас бөлмесі. Ас бөлменің көлемі 4,40 × 4. Келесі бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 4,40 × 4,20. Келесі кезекте екінші жатын бөлме. Оның көлемі 4,20 × 4,20. Келесі кезекте екінші жатын бөлменің гардеробы. Оның көлемі 2,30 × 2. Келесі кезекте бізде холл. Холлдың көлемі 9,60 × 4. Келесі кезекте бізде зал. Оның көлемі 7,50 × 4. Келесі кезекте бізде үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 4 × 4. Және бізде соңғысы үшінші жатын бөлменің гардеробы. Оның көлемі 2,30 × 2. Және де сызбада қызылмен белгіленіп тұрған қабырғалар, олар үйдің ішкі негізгі қабырғалары, несущая стена. Олардың қалыңдығы 40 см. Және бөлме аралық қабырғалар, олар 20 см мен есептелінген. Келесі кезекте бізде 16-16 көлемді үйдің сызбасы. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде кіреберіс. Кіреберістің көлемі 2,50 × 8 × 20. Келесі кезекте жуынатын бөлме. Оның көлемі 4 × 2 × 20. Келесі бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 4,10 × 4. Келесі бізде қазандық. Қазандықтың көлемі 2,80 × 2 × 20. Қазандыққа ас бөлмесі арқылы кіреді. Келесі кезекте бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 4,10 × 4. Келесі кезекте бізде зал. Залдың көлемі 7 × 4. Келесі кезекте бізде холл. Холлдың көлемі 9,20 × 4. Келесі бізде екінші жатын бөлме. Оның көлемі 3,40 × 4,50. Және соңғысы үшінші жатын бөлме. Оның да көлемі 3,40 × 4,50. Келесі сызбада 15 × 11 көлемді үйдің сызбасы. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде кіреберіс. Оның көлемі 4,40 × 2. Келесі бізде жуынатын бөлме. Оның көлемі 4 × 2,10. Келесі қазандық. Оның көлемі 4 × 1,50. Келесі кезекте ас бөлмесі. Оның көлемі 4 × 3,60. Келесі кезекте жатын бөлме.
оның көлемі 3,60 та 3,50. Келесі бізде холл. Холлдың көлемі 6,20 да 5,40. Келесі кезекте бізде зал. Оның көлемі 6,30 да 3,60. Келесі кезекте жатын бөлме. Оның көлемі 4,3. Және бізде соңғысы үшінші жатын бөлме. Оның да көлемі 4,3. Құрметті достар, арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.